Кеңес заманында коммунизмді айғайлап шақырып алатындай ұрандап жүріп, мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз деп отансыздыққа баулайтын әндерді шырқап жүріп, ұлттық жәдігерлерімізден адасып, ұлттық санамыз әлсіз сіреді. Бірнеше ұрпақ халықтың рухани қазынасының сарына қанбай қаталап қалды. Дегенмен жыртық үйдің де құдайы бар дегендей, енді бірер секірсек шыңырауға құлайтын жарқабаққа жеткенде тәуелсіздіктің таны атты, тізгіні қолға тиген дербестіктің жылы лебі ескен соң есімізді жиғандай болдық. Ұзақ уақыт көзден таса болған ата дәстүріміздің шашылғанын теріп жағалығын іздеп, ұлттық үлгі өнеге қайнарының көзін ашуға құлшындық. Құбылысы дұрысталып, арнаға түсе бастаған талай игілікті істер тұрмысымызға енді ұлтымыздың рухани қайта түрлеуі басталды. Бұған шүкіршілік етуіміз керек дей тұрғанмен, желісі үзіліп қалған құндылықтарымызды жаңғырту оңай емес екен. Сүйек аман болса ет жетіледі, бүгін болмаса ертең болады деп тоқтық жүргенде ағаттықтар мен ойдан шығарылған қисынсыз салттардың белең алғаны жасырын емес. Сөзім дәлелді болу үшін өзім бастан аяқ қатысқан бір тойды көргенімді, сол көргенімді кейінгі кезде әдетке айналып санаға сіңіп бара жатқаны өкінішті болғандықтан да бұл әңгімені айтқанмын. Бір жақсы танысым немересінің тұсаукесер қуанышына шақырды. Мал баланың шашуы дейтін дархан қазақ баласынан несіне аясын. Аты әдемі, арайлым. Мейрамханасында 200-ден аса адам дастархан жайған екен. Той басталғанда қазақша киінген қыздар бұрала басып келіп, екіге жарылып, көші жасап тұра қалысты. Сол кезде кілем жабылып әшекейленген ағаш зембілді 4 жігіт 4 жағынан иықтарымен көтеріп кірді. Зембіл үстінде жасанды гүлдермен көмкере сәндеген креслода ұлттық мәнерде киім кигізген бүлдіршін отырды. Болашақта мәртебесі биік болсын, таққа отырғанда дәрежелі болсын дегенде тілек екенін асаба саңқылдап айтып жатты. Қазақ ғұрпынан онша хабары жоқтарға әсерлі көрінуі мүмкін, бірақ 4 жағынан иыққа салып ағаш зембілмен табыт көтереді ғой. Ерекше көрініс жасағанын келсе хан көтеретін қазақи дәстүрмен ақ кигізге, тіпті болмаса кілемге отырғызса әлде қайда шынайы ырымға да жақсы болар еді. Немесе баланың ата-әжесінің бірі көтеріп әкесі ең қолайлысы да, бұрыннан келе жатқан жолы да осы еді. Сонымен әлі сауы кесілмеген балаға оны әкелген сәтте шашылды. Елдің қошеметтеп шулағанын бала көтере алмады ма, бақырып жылап қоя берді. Оны зембілден түсіріп жұбатып жатты. Жігіттер зембілдерін иықтарына салып, қыздарды шұбатып шығарып кетті. Баланы біраз тыныштандырған соң 3 түрлі нәрсемен, ала жіппен, ішекпен, өрілген шөппен 3 әйел кезек-кезек тұсау кесті. Ал бала ұл болатын. Бұл жерде де асаба артынан кес деп сұңғылғалық танытты. Келіншектер тұсауды артынан қайшымен кесті. Тұсауды баланың алдынан жолын ашу үшін кесетіні, баланың артқа емес алға жүретін ешкімнің қаперіне кірмеді. Есесіне мұның бәрін көріп тұрғандар, әсіресе дәстүр тәжірибесі жоқ жастарға тұсаукесердің үлгісіндей әсер еткені анық. Тұсаукесерді осындай аяқтаған соң баланың нағашылары қомақты қоржын мен үлкен сөмкені ортаға алып келіп, оларды ашты. Киім-кешектер, электронды жайда ойыншықтары, қымбат тәттілердің түрі бәрі тоғыз-тоғыздан. Содан кейін құда-құдағиларына қызы мен күйеу баласына тарту тарағылар беру басталды. Сағат, білезік, жүзік, сырға, тереуіш
Мұның бәрі әрине алтыннан, тастары гауһардан. Оның сыртында құндыз бөрік, былғары пальто, тері тон, қамқа шапан дегенде енді кезек той иелеріне келді. Ереуілге қарулы бұлардікі де аналаркінен асып түспесе де кем болған жоқ. Бұлайғы жұрт олардың нарық заманына лайық айырбастарын көріп қызықтады деп жансақ айтқан шығармын. Өзім баланың тұсаукесеріне емес, құдалық тойға тұрғандай болдым. Сонда деймін-ау, осынша даңғойлықтың лепрудың тұсаукесерге не қатысы бар? Мен оны түсінбедім. Әлде рухани қуаттан айырылып, санамыз зат төңірегінде ғана ойлауға бейімделіп кеткен бе? Айтса да тұсау кескен 3 келіншекті де алтындап бүйірлі пакеттер ұстатты. Мейлі ғой, бар болса берер берсін. Біреудің қалтасынан үніліп нем бар. Тек менің ұқпағаным, неге тұсауды 3 адам кесті? Балаға кімнің жүрісі тұрысы ұқсасын деді, және бұл қай атанан қалған салт? Мен білмеймін. Осы жасқа келіп, мұндайды бірінші рет көріп тұрмын. Мен сол тойдан жабырқап қайттым. Тіл кейде ақылға көнбейді. Тілде тек жоқ деп бекер айтпаған ғой. Десе де менің осы жолы тіліме тек қоя білдім. Біреудің жақсы ниетпен жасап отырған қуанышына той үстінде сын айтқым келмеді. Қисынсыз далбасаларды көріп тұрсам да ағашқа біткен қисық бұтақтай мінсіз көрсетпедім. Бірақ көңілімде бар түйіншек кетті. Сондықтан он терісін оқырман өздері сараласын деп болғандай ешбір қоспасыз жасып отырмын. Құдайға шүкір. Мен де талай сәбидің тұсауын кестім. Жасым келген сайын тек ала жіпті байлап, бата тілегімді айтумен шектеліп жүрмін. Өзім араласқан жерде тұсаукесердің мән мағынасын түсіндіріп, қалай істеу керектігін ұқтыруды өзіме міндет санаймын. Дәстүр халықтікі, оны бүгінгі өмірімізге жеткісіз жымындастырып, өткендегі жақсы мен бүгінгіні жананы ұштастырса, құндылықтарымыз бен ұлттық болмысымызды сақтап қалудың ұтымды бір жолы болар еді деп ойлаймын. Қазір тұсау кеспеймін десем де бас тарта алмаған кездерім болғанын жасырып қайтейін. Соның бірі композитор Қалдыбек Құманәлінің Мақпал деген қызының тұсауын кескенмін. Қалдыбек үйге келіп, есіктен кіре сөйлейтін салдырлақ әдетімен: «Жеңеше, Мақпалымның тұсауын кесіп беріңіз, 4 жылдан кейінгі қызыма тұсаукесер той жасамақшымын» деді. Менің жасым ұлғайды, жас келіншектерге кескіз дедім. Қалдыбек бірден бұрқырады. Әсілі оны сөзден тосу екінің бірінің қолынан келмейді. Нағыз су жұқпасын өзі. Бұл жолы да дес бермеді. Ой, қойыңызшы. Белі бүгіліп жүрістен қалған адам қысамай. Өкшесі бір қарыс, туфли киіп тық-тық еткізіп тіп-тік қаздандайсыз. Қазақстанда сіз бармаған, сіз жүрмейтін жер жоқ. Содан кейін ең бастысы, Бауыржан атаның қолына су құйып шайын қайнатқан адамсыз. Олай болса, тұсауды сіз кеспегенде кім кеседі деп, өз дәлелдерін алдымен тосып, ентендік бермеді. Жеңеше деп, сіз деп тұрып ақ, қайдағы қотыр қалжынды айта салатын қыршан қымен сөз таластырғым келмеді. Әрі шын ниетімен өтініп тұрған соң келісім бердім. Бұл әңгіме Қалдыбектің тынымы жоқ тілімен таралып кетті. Мұны естіген белгілі әнші өзім жақсы көретін Сәкен Майғазиев ұл баласынан кейін көп жылдан соң көрген қызының тұсауын кесіп беруімді өтінді. Оған да менен гөрі жас адамға кескіз деп түсіндіріп көрдім. Алайда Сәкен иілікпеді. Апа, сізді қалап, сізді ниет етіп отырмыз, көңілімізді қайтармаңыз деп қолқалаған соң Раяна деген сүйкімді бүлдіршіннің тұсауын кестім. Әйтеуір абырой болғанда екі қыз да тез жүріп жылдам аяқтанып, менің кемпір екенімді білдірмей жіберді.